Жасыл Айдахар, сенің де өтатын күнің бар екен ғой. Шарттарың қандай? Шарт тек біреу ғана, сенің Арбатқа плаза жақтан кіре берістегі Монако деген ерлер киімдер дүкенің бар емес пе? Сол дүкеніңнің ішіндегі бананка, мананка, слаксы, плаксы, свитерлеріңді 7900 теңгеден аласың. Ал қалған аяқ киім, куртка, пуртка, ветровкалар да 14900-дан аласың, түсіндің ба? Ол қалай болады енді? Жасыл Айдахар жеді айдалайын. Монаконың бастығы, сен маған өкпелеме, картаңа өкпеле, өзіңді сатып кеткен. Короче, анау әңгімені жинастыр. Жаңағы скидка болатын болсын, түсіндің ба? Түсіндім. Мен бітеймде 22-сі 23-ші қазан қылайын енді. 24-ші қазанды да қосып алшы. Сол күні бүкіл қалаға демалыс екен. Бәрі Монакодан кеп киінсін. Мен айтқандай, Монакода скидкалар бар кезде басқа киім сататын дүкен не надо ғой, короче. Мазия ма, братан? Мазия.